Сәлем достар. Егер сіздерде осындай көптен бері қолданылмай қалған немесе сырты жаман болып кеткен қазандарыңыз болса, менімен бірге тазаласаңыздар болады. Бізге бұл үшін ең алдымен осындай шұңқыр үлкен ыдысқа су құйып, қайнаған суға кез келген порошокты саламыз. 5 ас қасық салдым. Және сосын пищевая сода 5 қасық минимум. Көп салсаңыздар тіпті жақсы. Мен 7 қасық салдым. Сосын оттың астын ақырын қоясыздар. Сосын пищевая сода салып болдық. Енді осындай кір сабынды, қара сабынды турап ішіне салып жіберсеңіздер болады, немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Сосын ішіне ыдысымызды салып, ақырын отқа жарты сағат, 1 сағат қалдырсаңыздар болады. Мына ыдыстың майлылығына мынандай жеңіл желпі болса, жарты сағатта тұрса жетеді. Бұл әдіс маған өте қатты ұнады, себебі мына қазанды ағарту деген менде вообще бұлай ағармаған негізі. Азелитпен де басқа нелерді де пайдаланып оңайшылықпен ағарта алмағам. Мұнда просто так губкамен сүрткеннің өзіне жылтырап жатыр. Мынандай чугун қазанды ағарту қиын негізі. Азелитті кез келген сондай нелерді сеуіп ағарту деген. Мына қазанның түбі бар ғой, асты жағы. Енді ол жерді железкамен қырнап ағарттым. Бірақ енді неше жылдық қалың мынау майлар слой кетіре алмаған. Соларды осы әдіспен оңай кетірдім. Өзім таңғалып отырмын, мына қазан ой деп неше жылда бір ағарып жатыр деп. Сіздер де осылай тазалап көрсеңіздер болады. Негізі ыдыстарыңыз батып тұрған жері жақсы ағарады да. Менде қазанның жартылай батып тұрды ғой. Үлкен ыдыс болу керек болған. Осылай жайлап ағарып шықты қазаным. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және менің каналыма тіркеліңіздер. Міне осылай ағарды. Қазаным, өзім қуанып тұрмын. Бірінші рет осылай жасап көрдім.